Сәлем достар, бүгін сіздермен өткен видеода айтып өткенімдей қауынды қысқа сақтаудың, яғни консервілеудің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңырауша белгішесін басып қойыңыздар. Видеом шыққан уақытта алғашқылардың қатарынан болып көретін боласыздар. Және де лайк, комментарий қоюды ұмытпаңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Езілмеген, толық пісіп шыққан қауынды таңдап аласыздар және оны қабығынан ажыратып, көбейік етіп, төрт бұрышты етіп турап аламыз. Көлемін орташа етіп, банкының ішіне сиятындай етіп тураймыз. Қауындарымызды банкіге жайғастырып, барлығын салып алдық. Енді қайнап тұрған суды банкілеріміздің ішіне құямыз. Барлық банкіге суымызды құйып алдық. Енді осы банкінің ішіндегі суымызды басқа ыдысқа қайнату үшін қайтадан құямыз. Осы суымызға қантымызды, шекерімізді, яғни лимон қышқылын қосып араластырып, тағы да қайнатуға жібереміз. Бір қайнатып, қайтадан банкілерімізге құйып шығамыз. Банкінің қақпақтарында қайнатып алыңыздар. Қайнаған суымызды банкаларымызға құйып шықтық. Қақпақтарын жауып, енді оны басқа ыдысымызға банкілерімізді жайғастырып, тағы да 20-25 минутқа қайнатуға қоямыз. Отқа қойып, үстінен қайнаған суымызды құйып, 20-25 минут қайнатамыз. 20-25 минут өткен соң қақпақтарын бекітіп, жылы жерге жауып қоямыз. Менің видеом ұнаса, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бинура, қош сау болыңыздар.